Жоспарлы өмірдің тасасында қалған жүрек. Бұл сөзді қалай түсінуге болады? Бүгінгі қоғамда бәрі алдын ала есеппен құрылған. Адамның өмір жолы уақытқа тәуелді бір кесте секілді. 18-де университет, 21-де магистратура, 25-те үйлену, 30-да үй, бала, табыс, жақсы статус болу керек. Бірақ осы жоспарлардың арасында бір нәрсе үнсіз қалып барады. Ол адамның жүрегі. Ол шынайы өмірдің, махаббаттың, тыныштық мекені. Көбіміз не істеу керектігін білеміз, бірақ не сезініп жүргенімізді білмейміз. Абай атамыз 17-ші қара сөзінде ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласың елден бөлек, дейді. Ал біз тек ақылмен немесе тек жоспармен өмір сүруге тырысамыз. Жүректі ұмыт қалдырамыз. Сезімді елеусіз қалдырамыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, адамның денесінде бір кесек ет бар. Ол дұрыс болса, бүкіл дене дұрыс болады. Ал ол бұзылса, бүкіл дене бұзылады. Ол жүрек. Біз жүректі тыңдамаймыз. Сол себепті жетістігіміз көп болса да, тыныштығымыз аз. Уақытында бәріне қол жеткізсек те, өзімізді таппаймыз. Өйткені адамға жоспар емес, шындық керек. Сыртқы өлшем емес, ішкі мән керек. Бір сәтке тоқташы. Сен өз жолыңда келе жатырсың ба? Әлде көптің сүрлеуімен бе? Жоспарларға қарап емес, жүрекке қарап өмір сүр. Кешігіп жатқан жоқсың. Бақытқа кешіккен ешкім жоқ. Тек шынайы өмір басталмаған болар. Тыңдашы, сенің жүрегіңнің үні жаратушының саған салған жолы. Басқалармен жарысу үшін емес, өзіңді табу үшін жаратылдың. Университетте, үйленуде, табыста мақсат емес. Тек өмірдің бір кезеңі ғана. Шын мақсат жүрек тыныштығы. Ал жүрек Алланы еске алған кезде ғана тыныштық табады. Есіңде болсын, сенің құның сандармен өлшенбейді. Сенің жүрегің ең құнды компас. Жоспар емес, жаратушыға деген байланыс, нағыз бақыт. Бүгіннен бастап өз жүрегіңді тыңда. Жаныңа тыныштық сыйлайтын істерден баста. Өмірдің қарқынына емес, жүрек ырғағына бағын. Өйткені сен санмен емес, жүрекпен өлшенетін жансың. Раббымыз біздің ісімізге, түр әлпетімізге емес, жүрегімізге қарайды.